Алла Тағаланың қалауымен Көкшетау өңірінде имамдықта жүрген кезімізде ауырып ауруханаға түсіп қалдық. Сонда бір күнде 5 үйден тамақ ішкенбіз ғой. Мына өзі имамдардың үлкен ауруының көбісі де осы тамақтан келеді. Таңнан кешке дейін қонақта жүретін кездер болып қалады дегендей. Сонда жаңа Ольга Алексеевна деген өте бір білімді дәрігермен сөйлесіп қалдым. Сол кісі айтады, адам тамақ ішкен кезде дейді, асқазан сол тамақты қорытуға кіріседі. Егер ол тамақ қорытылмайынша тағы да жаңадан тамақ түсетін болса асқазанға дейді, асқазан әлгі қорытылып жатқан ескі тамақты тастай салып, жаңа тамақты қорытуға кірісіп кетеді екен. Ол қорытылып бітпей жатып, қайтадан жаңа тамақ түсетін болса, бәрін тастай салып, жаңадан түскен тамаққа кірісіп кете береді екен. Егер алғашқы түскен тамақ қорытылып үлгерместен үстіне тамақ түсе беретін болса, сол алғашқы түскен тамақ 4 күн жатып қалса дейді. 4 күн жатып қалса дейді, адам өзінен өзі уланады дейді. Мына орысша отравление болады дейді ғой. Өзінен өзі уланады екен. Бірақ біз адам біреуден көреміз, пәленше үйіне салат жебем, содан кеттім ба, түгенше үйіне бірдеңе жебем, содан кетіп қалдым ау деп басқа нәрсе ойлап жүреді дейді. Бірақ ана өзінен өзі пайда болды дейді жаңа. Өзі істеді сол нәрсені дейді. Ол кісі соны айтып жатыр, маған мына ой келіп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи дүйсенбі күні ораза ұстаған, Рамазан айынан басқа уақытта. Дүйсенбі күні ораза ұстаған, сейсенбі тамақ жеген, сәрсенбі тамақ жеген. Ол кісінің бірақ жеген тамақ біздің тамақ жеп жатқан тамағымыз емес, бірақ біз құсап екі қолмен бірдей жеген емес қой. Ол кісі кішкентайдан аздап, онда да бар болса деген сияқты. Сонда сейсенбі тамақ жейді, сәрсенбі тамақ жейді, бейсенбі ораза ұстайды. Жұма тамақ жейді, сенбі жесе, жексенбі жесе, дүйсенбі қайтадан ораза ұстайды. Сонда ол кісі асқазанына 4 күн қатарынан тамақ жеуді жасамаған. 3 күн немесе 2 күн ғана тамақ жеп, ортасын 4 күнге жеткізбей ораза ұстап отырған. Сонда сол күнгі ораза ұсталынған кезде асқазан сол асқазандағы бар тамақтың бар түгел қорып тастап отырған. Жаңағыдай үлгеріп отырған. Сосын асқазанға тамақ көп бармайтын болса, күшті адам бойына сақталады екен. Ал асқазанда тамақ көп болатын болса, көп жей беретін болса, күштің көбісі асқазандағы тамақ қорытуға кетіп қалады екен да, адам тез әлсізденіп, шаршап, жалқаулық, ұйықтай салу, жата салу, бару керек болған жерде жата қалу, бармай қалып кете салу, еріншектік деген дүние осы тамақты көп жегеннен болады екен жаңағы. Сондықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бейсенбі, дүйсенбі оразасын тастамай жүргені артық асқазанда артық тамақ қалмау керек. Ал артық тамақ болмағаннан кейін қаншама ауру сырқаудан аман қалып отырамыз.